Ылғилы заман өткен, сұрапыл жаңғырығы бүгінде өшкен. Кер дала керім самал қанға бөккен, қас батырлар майданда шейіт кеткен. Тарихтың таңбасындай ізі қалып, аңызы боп, артындағы бізге жеткен. Әлқиса сарғыл сардар сонда семсерін айға білет. Сарбаздарына айқай салыпты. Бауырларым, жатқа құл болып жан сақтағанша, халқына ұл болып шейіт кет. Жерден айырылғаның, елден айырылғаның, елден айырылғаның еңіреп қалғаның. Артыңда ақ батасымен анаң тұр, бағыңды сынап балаң тұр. Қалқаның болып хан тәңірі тұр. Үшеуінің атынан ант етелік. Сарғыл арыстандай ақырыпты, жау батырын егеске шақырыпты, денесін жекпе-жекте қағайырып, басын кесіп елшіге лақтырып. Батыр деп осын айт. Аттан берген. Соған күнде барып, қиса оқуды үйренуші едім. Ол жеке атамды да жаулар ұстап алып кетті ғой. Я Алланың атын ұмыт деген жоқ па? Жау шаппағанда жанымыз күйзелмейтін еді ау. Ордамыз орнында, отбасымыз түгел. Ендігі күніміз мынау, біріміз от құштық, біріміз отқа ұштық, біріміз құл болдық. Шіркін-ай, жаудан беті қайтпайтын, жеңілем деп айтпаған, жеңімпаз сарбаздар болды ау. Мен сары құлдай сардар болам! Өкінбе, сен де сардар боласың. Ya bауырларымызды қарақшылардан құтқарамыз деп жүргенде елімізді жау шапты. Сенген ханымыз хан емес қасқыр болды. Сұлтандар мен бектерде бірлік жоқ. Ойлағандары ел емес, өздерінің қалтасы. Ұлымыз құл болды, қызымыз күң болды. Халқымыз жауға жем. Хандар мен сұлтандарға сеніп отыра берсек, еш тірлік өнбес. Елімізді жауға бергенше, халқымызды азат еткен артығырақ. Жаудың қолында кеткен ақ қалатты өзім барып азат етейін. Ал делең қыз, жауынгерлерді жина, ақ қалатқа кеттік. Сарбаздар, бүгін ұлы күн. Бүгін ұлы күн. Жау қолында кеткен ақ қалатты өз елімізге, өз жерімізге қайтаратын боламыз. Жау қолына түсіп, ұлымыз құл, қызымыз күң болуда. Өз тағдырымызды өз қолымызға алып, елімізді, жерімізді біріктірмесек болмайды. Жау қолында кеткен жер, ертең ұрпақ қолында біз үшін үлкен сын. Сол сынды, күнәні жуып шаятын күн туды. Отан оттанды ыстық. Алға жігіттер, алға!
Шегінбеңдер жігіттер, шегінбеңдер. Hold fire! Садақ атыңдар, Form a shield wall! садақ атыңдар. Алға жігіттер, алға, қайтпаңдар. Алға жігіттер, алға, қайтпаңдар. О, тас лақтырып жатыр, абайлаңдар. Go! Мұнда кірмейсіңдер ма? О, тас лақтырып отыр ғой. Абай болыңдар. Ішке кіріңдер, ішке. Die, you bastard! Так, мұнда кіре алмайтын секілдіміз. Кірге тырысып көрейік атпен бірге. Troops! Так, мұнда кірмейсіңдер ма? Так, жоспар өзгеріп жатыр. Әскерлерім мұнда кірген жөн дейді. Кеттік ал онда. Там орын бердер, орын. Өте бізде мінейік. Барлығы бір жақтан шығайын деді. Бір-біріне көмектесіп. Ол да жөн. Аяма. Өткізіп жіберейін. Қашқын байлар. Жаулар қашып жатыр. Қақпа жаққа. О, жаулар келді, жаулар. Төбелес. Ұрыңдар, өлтір. Жаулардың арасына қап кеттім. Құтқарыңдар, жігіттер. Так, мен құтқаруға келемеген жігіттер. Мәне келді, көмек әскер келді. Өлтіріңдер. О! Так, мені ұрып өлтірді. Арқамнан өлтірген жоқ. Талып қалдым. Арқамнан ұрып жіберді. Мінекей, жігіттерім не істеп жатыр екен мен. Мұнда астына түсіп жатыр, неге екен білмеймін.
Жаулар шегініп жатыр. Қақпа ашылды. Қақпа біздікі. Шабуылға жігіттер, шабуылға. Әскерлерім жауды, қашып баратқан жауды қуып кетті. Соған қарағанда іште қорғанатын әскер қалмаған секілді. Жаулар қашып ішкі сарайға тығылып жатыр. Соғыс біткенге ұқсайды. Үшеуі қалды дейді. Міне үшеуі қашып бара жатыр. Well fought! You've been blessed! Take that! Ішкі сайқас. Бұл шайқасқа мен қатыса алмаймын енді. Өкінішке орай, себебі менің персонажым жараланып қалды. Мінекей. Ой, төбелес. Ұрыңдар. Өлтіріңдер жауды, аямаңдар. Мынау үш әскермен жалғыз өз төбелесіп жатыр. Мынау біздің жату деген ініміз. Алғашқы шепте жүр екен. Жаулар шегініп жатыр. Қашып баратыр. Міне тығылған жерлері мұнда екен. Аямаңдар, әскерлер, аямаңдар. Сарбаздар, шегінбеңдер. Ал қамалды, қаланы Аққалат толығымен жаулап алдық. Бізге түскен олжа өте көп екен. Аттары көп екен көбінесе. Аққалат қаласын жаулап алдық. Аққалат енді біздікі. Өз еліне, өз отанына оралған. Жаудың қолынан қайтардық. Әрине. Алайда келесі мәселе енді
батандармен соғысу болмақ. Батан елі өте алыста орналасқан, және олардың ақ қалатты жаулап алғаны таң қалатын жағдай. Олармен соғысу қиын болады. Және мәселе бұл жерде әскердің саны мен сапасында емес. Бұл жердегі екі елдің арасындағы ара қашықтық болмақ. Әрине, соғысамыз десек, соғысуда бізден мықты ешкім болмас. Алайда біз батандармен соғысқанша өз елімізді өзіміздің қолымызға алғанымыз жөн болмақ. Соғысты осы жерде аяқтау қажет болып тұр. Және оны аяқтайтын менде ойлар да бар. Ол үшін бізге біздің түрмеде орналасқан бір кісімен жолыққан жөн болмақ. Болсын, жүр кеттік. Біз түрмеге, зынданға барып қайтуымыз қажет. Мына зындан өте терең екен. Біздің іздеген адам мына жерде жатыр екен. Байқамай қалыппын. Ей, менімен сөйлесесің бе? Саған сөйлеп тұрмын. Яна бегімнің бізбен тіптен сөйлесуге ынтасы жоқ секілді. Мен сізді танымаймын, сіздің атыңыз кім дейді. Менің атым ерекше. Мен Янамын, Яваннақ әулетінен боламын дейді. Мен сіздің атыңызды танимын, естігемін. Сіз бізден ақ қалатты тартып алғансыз, біз бұны ұмытпаймыз дейді. Алайда мен бұл жерде ескертіп кетуім керек. Ақ қалатты сендер жаулап алдыңдар. Ақ қалат көшпенділердің елі. Көшпенділердің жері. Алайда мен бұл жерге сендермен салғасу үшін емес. Мен сендермен бейбіт келісімге келуге келдім. Себебі бұл соғыс екеумізге де тым пайдасы жоқ болады. Сендерге тіпті алтын ақша бермесе де бейбіт келісімге дайын секілдісіңдер. Әрине біз бейбіт келісімге келейік. Ал Яна бегім, жолың болсын. Сен бүгіннен бастап боссың.
Ал жарайды. Бүгінгі серия осымен аяқталсын. Егер серия ұнап жатса, лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз. Өзіңіздің пікіріңізді комментарийға жазуды ұмытпаңыз. Және міндетті түрде подписка жасаңыз, келесі серияларды, келесі стримдерді жіберіп алмаңыз. Уведомление все деп басуды ұмытпаңыз. Егер оны баспасаңыз, сізге ескерту келмеуі де мүмкін. Видеоны осымен аяқтайтын боламыз. Келесі серияда біз көшпенділермен соғысатын шығармыз деген ойдамын. Себебі елді, мемлекетті өзіміздің астымызда біріктіруіміз керек. Келесі серияда кездескенше